Құрметті сот, енді сіз мына 4-ші қазан 24-ші жылы жауап бердіңіз ғой. Сізге де қандай да бір қысым келтіріп, физикалық күш қолданды ма? Талғар аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері тарапынан. Мен сол 2025-ның 3-нен 4-не қараған түні сағат 2 шамасында бізді бір 3 шамасында участковыйлар ұстап, сөйтіп бізді Талғар аудандық полиция бөлімшесіне алып келген болатын. Сөйтіп біз Талғар полиция бөлімшесінде бір сағат 6-7 шамасына дейін бір нәр татпай бір тұрған кезде, сөйтіп Қаржаубай мырза келді. Сол Қаржаубай мырза бірінші ұрды. Сөйтіп мен өзім енді үйғамақта жүргеннен кейін маған қатты сол Талғар аудандық оперлар, жедел уәждері және тергеушілері маған күдік танытып, адам өлтірді деген күдікпен мен өзім сондай іспен жүрген болатын. Сөйтіп сен пышақ ұстайсың деп маған жала жауып, қолыма кісен салып, және басыма пакет кигізіп, оперлар аяусыздықпен, құрметті сот, мені ұрған болатын, ұрып соққан болатын. Оның несін жасырайын, мен оларды жала жауып атқан жоқпын, болған іс. Бірақ маған арлан УБОП қызметкерлерінен ешқандай бір қысым болған жоқ, тек қана сол Талғар аудандық жедел уәждері, мен есімдерінде, түрлерінде білем. Қазір де айтсам рұқсат па, құрметті сот, есімдерін? Сіз айтыңызшы, мына сіздің берген жауабыңызға сол көрсетілген қысым әсер етті ма? Осы берген жауабыңыз 4-ші қазан күні 2024 жыл. Бұның алдында ұрды мені, құрметті сот. Жоқ, осы жауапқа әсер қысым болған жоқ, өз еркімен бердім мен. Алисқар Қайсар деген кісі тергеуші болған, қасымда адвокатмен, видеомен, қасымда бір УБОПпен өз еркімен беріп, оқып, танысып. Жақсы, рахмет.